Ассалаумағалейкум бауырым, қалың қалай? Екінші күнге қош келдің, екінші күннің жаттығуына. Бұл күннің жаттығуын сіздерге, яғни бауырларым, сендерге Дәуіт көрсететін болады. Сенің де серігім Дәуіт. Бұл жаттығу орындауға сізге турник және де тағы да басқа құралдар, яғни сіздің киіміңіз, футболкаңыз не болмаса спортивкаңыз керек болады. Онда болса бірінші жаттығуды орындайық. Ол турникта орындалады. Арқа және бицепс бұлшықеттерін жаттықтыратын боламыз. Онда болса бауырым, уақытты көп созбай бастаймыз. But no one really knows what's going on. Don't understand this love. It's a place my flesh. It's insanity. It's insanity.
don't think you heard me. Сонымен жаттығудың бірінші бөлігін сен аяқтадың. Өте керемет деңгейде жасадың деп сенемін. Онда болса келесі бөлікке көше берсек болады. Қазір сен 5 минут демалып ал, 5 минут су іш, тура алдыңғы жаттығудағыдай су іш, демал, және де келесі жаттығуды бір қалай айтсам болады, жататын жер тауып ал. Өте сол жататын жер тауып алсаң керемет болатын еді. Ондай болса, бауырым, 5 минуттан соң кездесеміз. Сонымен 5 минут өтті. Толықтай тынығып алдым деп ойлаймын. Келесі жаттығуға саған өз киімің қажет болады. Мінекей дәл осындай. Да болса, бауырым, жаттығуды бастаймыз. Кеттік. feet put out on foot when the sun goes down. We our feet put out on foot when the sun goes down. We our feet put out on foot when the sun goes down. We our feet put out on foot when the sun goes down. When the sun goes down. When the sun goes down.
the sun goes down. We have to put our hands up when the sun goes down. We have to put our hands up when the sun goes down. We have to put our hands up when the sun goes down. We have to put our hands up when the sun goes down. When the sun goes down. When the sun goes down. So feeling alone. When the sun goes down. Сонымен екінші күннің жаттығуы аяқталды. Саған ұнады деген ойдамын. Өте керемет жаттығу. Ең бастысы өз денеңді шаршап, қалай айтсам болады, өзіңді бір басқаша керемет сезініп тұрғаныңды білемін. Және де саған бұл сезім ұнауы тиіс. Қалай айтады, ауыр жұмыс жасайтындар, көрсетіп айтқанда hard work жасайтындарға бұндай нәрсе ұнайды. Ондай болса бауырым. Екінші күннің жаттығуы аяқталды. Келесі үшінші күнге дайындау. Ол бізде пятница, яғни қасиетті жұма күні болатын болады. Ондай болса бауырым, сау бол.